Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Кешкі асқа ерекше дәмді, жылдам әрі оңай дайындалатын тағам жасағыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін көріп шығыңыз. Ең алдымен көкөністердің барлығын жуып тазалап алдым. Содан соң пиязды осылай кубиктап турап, сәбіз, болгар тәтті бұрышы, болгар жартылай ащы бұрышы, қызанақ және картоп, осылардың барлығын кез келген формада турап аламыз да, бірінші қызып тұрған майымызға пиязды қуырып алып, ары қарай барлық көкөністерді бірге қуыратын боламыз. Бұл тағамның ерекшелігі барлығын бірге салып пісіре беруге болады. Бастысы көкөністерді турап дайындап алсаңыз болғаны. Маған бұл тағамды дайындауға бар жоғы 20 минут уақыт кетті. Осылай барлық туралған көкөністерді салдым да, бір ас қасық томат пастасын, дәміне қарай тұз, қара бұрыш қосатын боламын. Келесі фаршты дайындаймыз. Пияз бен капустаны ұсақтап қостым. Мен оны ұсатқыш құралмен ұсатып алдым. Оған дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприк, базилик, сарымсақ және жұмыртқа қосып, осылардың барлығын араластыратын боламын. Осылай картопты турап алдым да, қуырылып жатқан көкөністердің үстіне картопты салып шықтым. Оның бетіне дайындап қойған котлетті салып, кішкене су құйып, қақпағын жауып, 25-30 минутта пісіретін боламын. Ең соңында бетіне ірімшікті сеуіп, артынан жасыл жуамен укропты қосатын боламын. Осымен тағамымыз дайын болды. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер осындай рецепттер сіздерге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басып, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Келесі жаңа рецептерде жолыққанша аман сау болыңыздар.